Саябақтағы қыз бен жігіттің арасында болған ыңғайсыз жағдай көреміз. Воу. Қарындас, саламатсыз ба? Привет. Не, мысығың әдемі екен? Чё? Мысық әдемі екен. Мысық емес қой, кот десеңізші. Жоқ, енді қарындас, бұның қазақшасы мысық дейді бізде қазақтарда. Жоқ, кот дейіңіз. Мысық десеңіз ренжиді, кот дейіңіз. Кот. 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 Кот болса кот. Бұл қалай болады екен қазір? Не қой қарындас? Жалпы котыңыз өзіңіздікі ме? Сіз қандай сұрақ қоясыз? Енді мен біреудің котымен жүрмейтін шығармын? Конечно, өзімдікі. Әңгіме жоқ. Котыңыз кішкентай екен, Өзімнің денеме жарасады, сізде бұндай кот та жоқ қой? Не ғой? Өзіңіз қақпырас, котыңыз аппақ екен, Соған қарағанда күнге шықпайды ау дейм, Конечно, котым квартирадан шықпайды вообще. Бір түрде иіс шықты ғой. Котыңыз сасып кетіпті ғой. Бұлай өзі котыңызды жуасыз ба өзі? Кот болған екен, конечно, жуасың. Таңертең кешке котымды 2 рет жуам. Жалпы котымды таза ұстайын десеңші. Қарындас, не қоя? Ыңғайсыз болса да айтайын, айтуға тура келіп тұр енді. Котыңызды бір ұстап көрсем бола ма? Сіз танымайтын қыздың котын қалай ұстайсыз? Менің котымды ешкім ұстамаған. Тем более котымның кітігі бар. А мен мұжымайын? Котыңызды ашайын сипаласам бола ма мен? Сіз вообще, мен сізді қазір ағам айтып, ағау! Мына жақта біреу мен котымды ұстайын деп вообще дурак болсын. Құрметті қыздар, өзіміздің ана тілімізді растелейік, тек қана қазақ тілінде ғана сөйлейік. Бір жерде болмаса бір жерде орысша сөйлейін деп, мынандай масқара күйге түсіп қалмаңыздар. Жалпы сөз соңында айтарым, жігіттер, мен көп нәрсені түсінбеймін. Неге осы біздің жастар, әсіресе соның ішінде біздің қазақтың жастары, неге біз сөйлеген кезде орыс тілінің сөздері пайдаланамыз? Неге біз бір-бірімізбен орысша сөйлейміз? Неге? Естеріңізде болсын, біз қазақ деген елміз, біз қазақ деген ұлтпыз. Біз патриот болуымыз керек. Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін.